сұрақ қоясыңдар ма әлде? Кто еще испанец? Аяла топ дейді. Медет айтып отыр, ойбай, не деген ал қолдау. ММЖ деген дүние мынаның ішіндегі тұрған түбірдің ішіндегі тұрған санға беріледі. Түбірдің ішінде тұрған сан өмір бақи осыны жасау керекпіз. Үлкен не тең нөл деп. ММЖ как всегда осы. Садық Диас топ деп қойыпты. Ойбай, сендер күшті қолдайсыңдар бір-бірлерінде, а? Молодцы. Всегда үлкен. Мысалға ше? Апай-апасян дейді. Апасян аяқта қазір апасян болады. Қараңдар. Бәріміз алтын белгіміз ғой дейді. Ойбай. Топ екенсіңдер ғой таза, е? Дәу жүрек қалдыратын адам екенсіңдер ғой. Қараңдар, мен мына жаққа сұрақ қойып бастайыншы енді, сендер чатқа жауап беріп отырыңдар. Мен мынандай есепті кездестірген кезде ММЖ алам ба, жоқ па? Так, раз, два. Дейді. Аламыз, е? ММЖ аламыз. ММЖ алам. Қазір жазам 3х минус 1, 2 минус x'ті үлкен не тең нөлге деп мынау ММЖ. Болды, алдым. Енді сұрақ қойайын. Квадраттауға бола ма, жоқ па? Мынаны қазір квадраттауға бола ма, жоқ па? Болады дейді. Болады әлбетте. Себебі мынау оң таңбалы, мұнда да нормальны бәрін квадраттайым. 3х минус 1, 2 минус x деймді, 1-дің өзін жазам. Мынаны квадраттадым былай. Мынаны квадраттадым. Просто осы есепті не істеймін, сосын жеке-жеке шығарам. Енді қазір мен түсінген или түсінбегенімізді білу үшін жеке дара бір сұрақтар қойып шыға салайын, е, дети. Қараңдар. Есеп берем, есеп. 3 минус x кіші 0-ден. Мына жақта қалай аламыз есепті? Осыған жауап беріңдерші. Бірінші. Мынандай есеп кездесті. ММЖ-ны қалай аламыз? Бош жиын емес болды. Мына есеп бош жиын. Дұрыс айтасыңдар. ММЖ да басқаны да алып керегі жоқ. Бұл жауабы жоқ. Неге? Өйткені мынаның ішінен оң таңбалы сан шығар. Оң таңбалы сан кіші 0-ден дейді. Бұл барып тұрған не? Өтірік. Ал екінші болсын есеп. 3 минус x кіші не тең 0 десеші. Мынаған жауап бере қойыңдаршы. Мынаны қалай алам? Болады дейді. Квадраттайым. Өзін дейді. Идеальный. Үшінші сұрақ. Дәл осылай берілсін. 2х минус 4 деген сияқты, я? Енді үлкен минус 3-тен. Мына кезде не болады? Мына кезде қалай шығарылады есеп? Жоқ дейді, жүйе дейді. ММЖ алына ма? Мұнда ММЖ алынады. Шығады. Өйткені мына оң таңбалы ғой. Оң таңбалы сан 3-тен, минус 3-тен алынуы мүмкін. Енді көрсете салайын тағы да біреуіне. Үлкен, мысалға, үлкен не тең минус 3 десе де, бұяқта тек ММЖ аламыз. Тек қана. Өйткені оның минус саннан үлкен болатыны факт. Түсіндіңдер ма? Минус саннан үлкен болатыны факт. Өмір бақи ол басты негіз. Ал енді төртінші жағдаят үлкен нөлден, үлкен не тең 5-тен деге, мысалға. Үлкен не тең 5-тен болып тұрсын. Осы екі жағдай. Бұл екі жағдайда ММЖ да алынады, и квадраттайда. А дашь мне минус 30? Я тебя не... Квадраттауға да не істейді? Болады. Әр қайсына жеке-жеке тоқталдым. Әдейі сендер бәрін жеке дара түсінсін деп.